Бұған дейін үш рет жекпе-жек алаңына шығып, оның үшеуінде де жеңіске жеткен спортшы екен. Сонымен, Бақтияр Несіпбек пен Хизри Абдуллаевтың арасындағы жекпе-жек басталды. Әрине, жеңіл салмақ 56-да 7. Міне, Бақтиярдың әдемі шабуылы болған. Міне қараңыздар, қандай әдемі әдіс. Қазір Бақтияр кішкене ережені бұзған. Сыңайлы. Иә. Да, сейчас я покажу. Крупнейшее нарушение. Хватание за секцию. Өздеріңіз көрдіңіздер. Бармақ басты көз қыстыға жол жоқ. Өзінің қанша жерлесі болса да сары карточканы көрсетіп берді. Өйткені сеткаға жармасып ұстап қалуға болмайды. Оның үстіне Хизри әдемі әдіске шығып бара жатқан. Қазір сол партерден қайтып жалғастырады. Міне қазір қолын ауырту, болмаса мойнын ауырту әдісіне баруға мүмкіндік бар толықтай. Қалай болар екен көрейік. Әдемі мүмкіндік қой бұл. Бірақ шығарып алды. Хизри кобра десе кобра екен, сытылып шығып кетті анадан. Сусылдап кәдімгі. Екеуі де мықты. Екеуі де тәжірибелі. Екеуі де жас, екеуі де жігерлі. Құрдастар. Небір 21 жастағы балғын жігіттер ғой енді. Жастар. 21 жаста болса да бүгінгі жекпе-жек бұлардың арасындағы. Кештің басты жекпе-жектерінің бірі. Өйткені тартысты өтеді. Өйткені деңгей басқа. Міне. Қалай шығып өтеді. Көріп отырсыздар ғой өздеріңіз. Хизридің шабуылынан қарымта шабуылға өткен біздің Бақтиярды көріп отырмыз. Анаконда сияқты орап тасташ бастан кәдімгі. Міне. Қолы қалып қойыпты. Қалай болар екен? Ауырту әдісі әдемі. Мінекей, ары қарай да соңына дейін жалғастыру керек. Соңына дейін жасау керек. Жоқ, шығып кетті Хизри қазір. О! Міне әдемі отырды. Енді ары қарай не істей алар екен? Иә, тақау керек бұрышқа қазір. Тақап тұрып, асықпай, бір-екі соққыны бірінші әуелі беріп алып, қолды шығарып алып, одан кейін артынан тура төмпештейтін болса, онда Бақтиярға жеңіс оңай келді деген сөз ғой. Міне, бұл мүмкіндік, бұл мүмкіндік. Тамаша, Бақтияр ары қарай жалғастыру керек. Жалғастыру керек Бақтиярға аят деген ай. Хизриңде қайтпайды екен кәдімгі. Жаны жоқ, буыны жоқ бәле ғой. Сондықтан да оның осындай деңгейге жетіп жүргені. Басы қалып қойған қазір. Әдемі ауырту әдісіне баруға болады. Мойыннан қылқындырып жіберуге болады. Аяқты қаттырақ қысуға түсу керек. Міне қылқындыру әдісі. Жоқ, Хизриге аса бір қатты әсер етер емес. Бірақ шығып та кете алмай жатыр. Мінекей, мінекей. Осымен екінші рет дәл осындай мүмкіндікті уыстан шығарып алды Бақтияр. Екеуінің арасындағы жекпе-жек өте тартысты. Алма кезек шабуыл. Бірінің артынан бірі шабуылға шығып жатқан жайы бар. Қазір енді Хизри қылқындыру әдісіне кеткен.
Бірақ Бақтияр мойнын бере қойған жоқ. Міне қараңыздар. Қалай шығып келеді, қараңыздаршы. Екеуі де жеңіл болғаннан кейін, жылдам болғаннан кейін. Адам ойлап болмайтын әдістерді жасап жатыр. Тіземен сабау керек енді. Екеуі ирелеңдеп былай ауысады, әйтеуір былай ауысады. Хизри мен Бақтиярдың арасындағы жекпе-жек. Кобра мен Түркпен. Екеуі де мықты, екеуі де азулы. Бірінші раунд осылайша өз мәресіне жетті. Жеңіл салмақта болғаннан кейін бұл жігіттердің арасында жекпе-жек уақытынан бұрын аяқталу дейтін өте сирек кездесетін құбылыс. Қазір енді екеуінің арасында екінші раунд тамашалаймыз. Очень интересный поединок мы с вами наблюдаем, уважаемые любители смешанных единоборств. Поистине классный турнир для нас предоставил клуб Алаш Прайд, ну и, естественно, лига Алаш Прайд FC. Сейчас в связи с двумя предупреждениями. Выиграл по очкам раунд, но проиграл его из-за 2 предупреждений. Да. Продолжаем наблюдать за вторым и третьим раундом. Поддержите спортсмена. Бахтияр Туркпен Несипбек проигрывает этот раунд, хотя он был успешнее, он был лучше, он был более результативным. Он имел преимущество, причем очень зримое, но в связи с тем, что он дважды грубо нарушил правила лиги Алаш Прайд FC, он проигрывает этот раунд. Мы слышим, как поддерживает аудитория, которая собралась в Шымкенте. Естественно, она поддерживает своего бойца из города Алматы, команды Алаш Прайд, Бахтияра Туркпена Несипбека. Пока пауза возникает в начале второго раунда. Проваливает несколько раз Несипбек своего оппонента, когда тот исполняет с левой ноги лоу-кик под внутреннюю часть бедра и даже не попадает. Вот сейчас он идет в атаку уже с другим ударом левый хай-кик, но и в ответе Несипбек готовил двойку жесткую с рук, но также промахивается. Сейчас опять такой невразумительный удар левой ногой под внутреннюю часть бедра наносит Абдулаев. В этом раунде мы видим больше пауз, нежели в предыдущем первом раунде, который был на очень высоких скоростях проведен, очень много успешных действий. Особенно этим отличался Бахтияр Несипбек, но при этом, напомню, он дважды грубо нарушил правила, поэтому проиграл первый раунд. Об этом озвучил ринг-анонсер турнира специально для аудитории, чтобы, например, она сильно не удивилась, если по итогам будет решение вынесено не в пользу казахского спортсмена. И здесь пропускает он по туловищу левый мидл-кик от Абдулаева, но этот удар не был мощным. Стопой так дотянулся. Но вот в очередной раз Абдулаев пользуется своими базовыми знаниями вольного борца. Очередной тейкдаун он осуществляет через проход в ноги. Но здесь снизу очень качественно работает Бахтияр Туркпен Несипбек. Он обладает очень интересными знаниями грэпплинга. Уверенно себя чувствует снизу. Всегда в активной фазе находится. Не только защищаясь, он может всегда осуществить очень опасный контрприем.
сейчас в боковой позиции в сайд-контроле находится Абдуллаев, но нет никаких продолжений. Одного контроля не хватит для того, чтобы заполучить этот эпизод в свою сторону, чтобы судейский корпус посчитал его за тебя. Нужны удары, нужен ground and pound, те самые разрушающие действия в ударной технике в партере. Ну и, естественно, попытка необходима также с его стороны выйти на прием. Либо удушающий захват, либо болевой прием. Поэтому сейчас поменялась позиция, закрывает гард на время, я уверен, Бахтияр Несипбек. И в хаф-маунте очень такие блеклые попытки осуществляет Абдуллаев по нанесению ударов. И вот рефери правильно делает, что останавливает поединок и возвращает этих двух бойцов в стойку для того, чтобы они посражались в ударной технике. Чуть здесь нужно... И здесь пропускает справа вдогонку после левой ноги. Пропускает Несипбек. Но все равно идет в атаку. Он является уверенным первым номером в этом бою. Но нужны также успешные действия. Одного первого номера не будет достаточно для того, чтобы выиграть этот поединок. Нет попаданий точных с двух сторон. Очень немощные удары с левой ноги наносит Абдуллаев. Даже если они до цели каким-то образом добираются, то они не приносят урона и не разрушают защиту Несипбека. Но Несипбек пока вроде бы давлеет и является уверенным первым номером. Нет попаданий, нет результативных действий. Сейчас начинает раздергивать он своего оппонента. И, естественно, после этого нужна будет атака. И он ее делает, но мимо цели. И здесь попадает справа, как только сближается с своим оппонентом из России, представляющий Республику Дагестан, клуб Базарганов Тима Хизри Абдуллаев. И концовка. Остается 10 секунд раунда. Мы услышали тот самый молоточек, который ознаменовал подобную концовку. И да, раунд закончен. Много промахов в этом раунде было именно в работе в стойке. Ну и при этом давлел, конечно, Несипбек. Искал свои шансы для того, чтобы подойти в ударную дистанцию, нанести жесткий разящий удар. Был один точный удар справа от Несипбека. И было несколько ударов, но без каких-либо серьезных мощей. И вот тут, посмотрите, жесткое попадание, как раз вот, о котором я сказал. Но это было еще в первом раунде от Несипбека. И вот нарушение, то грубое нарушение от Бахтияра Несипбека, когда он хватал сетку, а Абдуллаев мог очень красивым броском заполучить определенное преимущество. Сейчас перерыв, ждем решающего третьего раунда. Екінші раундтан кейінгі үзілістегі уақытта өз мәресіне жетті. Қазір 56-7 келіде өнер көрсететін Кобра мен Түркпеннің арасындағы, яғни Абдуллаев пен Несипбек есімді спортшылардың арасындағы жекпе-жектің 3-ші раунды. Екеуінің де түрлерінен шаршаған рең байқалмайды. Екеуінің де спорттық іргетастары өте мықты. Шаршауды білмейді. Кезек-кезек шабуылға жармасып, кезек-кезек, алма-кезек соққылармен алмасып. Ай, шіркіндер ай. Екеуі керемет өнер көрсетіп жатыр қазір. Көрсең, көзің қанатын. Бұл екеуінің төбелес туралы біреуден естісең де құлақтың құрышы қанатындай дүние. Екеуі де чемпиондар.
Екеуі де бұған дейін біраз жетістікке жеткен жігіттер. Жеңіл салмақ болғаннан кейін де шаршаулары аз. Міне қазір Дағыстандық спортшы шабуылдың өтінде, төреші өте дұрыс шешім қабылдады. Бұл жерде ешқандай да белсенділік болмағаннан кейін ойынды тоқтатты да басынан бастауға тура келді. Міне қазір қолда аяққа тұрмай екеуі кезек-кезек оң қолмен, сол қолмен соққы жасап жеңіске дейтін құлшыныстарын арттырып жатқан жайы бар. Міне лоу-кик өткен, өздеріңіз көрдіңіздер. Әдемі өтті. Сол қолмен жасаған тағы бір джеб. Бақтияр Несіпбектің тарапынан. Бұл жекпе-жекте уақытынан бұрын аяқталу дейтін бола қоймас. Жалпы Несіпбек 2 рет мүмкіндікті уысынан шығарып алды. Ондай мүмкіндік Абдуллаевта да болды. Қылғындыру, ауырту әдісімен жеңіп кетуге болатын. Ай, тамаша! Қандай әдемі соққысы тиді. Несіпбектің табаны Абдуллаевтың ішіне барып кәдімгі жабысып қала салды ғой. Ай, жанкештілер ай. Осындай позицияда тұрып, соғып үлгеріп атыр ғой бір-біріне. Қылқындыру әдісіне баруға мүмкіндік бар ғой қазір Дағыстандық спортшыға, бірақ оған бір ұрымтал сәтті таппай тұр. Қазақстан деп жанкүйерлердің айғайы күшейді. Турнирдің әуелгі басталған уақытында емес, қазір көрермен өте көп жиналған. Қазақстан деп айғайлаған кезде кәдімгі Қажымхан Мұңайтпасов атындағы спорт сарай жаңғырып кетеді. Міне Бақтиярдың тағы бір соққысы. Жекпе-жектің аяқталуына тура 1 минут уақыт бар. Дағыстандық спортшы қанша күшті болғанмен де қазір Бақтияр алдырар емес, оның үстіне Бақтияр қазір ұпай-санымен де алда. Ол анық көрініп тұр. Мінекей, қараңыздар. Қарымта шабуылда әдемі өнер көрсетіп жатыр. Соққылары жақсы өтеді. Міне. Бақтиярдың әдемі жасаған тағы бір соққысы. Қазір амалсыз көбінесе аяққа өтіп жүрген Дағыстандық спортшыны көріп отырмыз. Міне әдемі шабуыл. Бұл ең соңғы сәтте ұпай санын алып келетін түсінікті. Ай, шіркіндер ай. Қалай болар екен? Уақытында аяқтауына сәл ғана қалды. Қылқындыру әдісі. Уақытынан бұрын жеңіске жетуге лайықты, айқын, басымдықпен жеңіске жетуге мүмкіндік бар ма? Иә. Қазір амалы құрыған, қазақ мұндайда дымы кеткен дейді. Дымы құрыған Дағыстандық спортшының бапкерлері амалсыз су толы құтын лақтырып жіберді. Қазақтың туын көкке көтерген
Бақтияр Несіпбек. Бұл жекпе-жектің жеңімпазы болуға тиісті. Иә, кездесудің тағы бір жауапты жекпе-жегі осылайша бүгінгі кештің өз мәресіне жетті ағайын. Нурдан Кайрат Ирзакулович. Дамы и господа, раздельным решением судей одержал победу по баллам Бахтияр Несіпбек. Раздельное решение судей. Вот такой вердикт. Это так называемый split decision. На английском языке звучит так подобное решение. Но оно, по большому счету, связано с тем, что первый раунд, как мы помним, дважды нарушил вроде бы выигранным, уверенно выигранным в первом раунде Бахтияром Несіпбеком. Он дважды нарушил очень грубо правила промоутерской компании и лиги Алаш Прайд FC. И при этом тот раунд был засчитан в пользу Абдулаева. Ну и Абдулаев попросил микрофон для того, чтобы сказать несколько слов. Послушаем. Конечно, спасибо за поддержку, но я не понимаю, как победу отдали моему сопернику. У него было две желтые карточки. И в каждом раунде он ничего не делал, кроме того, как давил. На моем счету столько тикдаунов и две желтые карточки. Я вас не понимаю. Я думаю, что обязательно все комментарии могут получить все участники сразу после турнира. А пока, дамы и господа, участники... Ну, сейчас мы услышали боя. мнение бойца, которому как раз не дали победу, Леди и джентльмены, который проиграл официально.